Назар аударыңыз. Керемет хабар. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарда толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. 1 қыркүйектен бастап асыраушысынан айырылған азаматтардың жәрдемақысы 14,5%-ға өседі. Бұл ұсынысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8-ші сайланған қаралы парламентінің 1-ші сессиясында хабарлады. Асыраушысынан айырылған азаматтар назардан тыс қалмауы керек. Осы орайда үкіметке аталған санаттағы азаматтардың жәрдемақысын орта есеппен 14,5%-ға көбейтуді тапсырамын. Мұны биылғы 1 қыркүйектен бастап қолға алу қажет. Қазақстан біздің аймақтағы осындай әлеуметтік жәрдем беретін жалғыз мемлекет деуге толық негіз бар, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.